Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсете отырыңыздар. Бесіктің киесі ұрған қыз. Біздің үйде ескі бесік бар болатын. Оны анам әрқашан тазалап, күнге шығарып, желдетіп жүрді. Ішіндегі мамықтарын жуып, жыртылған жерін тігіп, тазалап, әлпештеп, үйдің төріне жайғастыратын. Ал мен ескі әрі ешкім жатпайтын бұл бұйымды неге тастамайды деп қайран қалатынмын. Соны сезген болу керек, бір күні анам бұрынырақта болған бесікке қатысты бір оқиғаны айтып берді. Естіген кезде денемде діріл пайда болып, осыдан кейін қатты ойландым. Бесіктің киесі бар деген сөзді сол сәттен бастап жан жүрегіммен түсіндім. Анамның айтуынша, бұрынырақта бір ауылда Бақыт есімді қыз болыпты. Сұлулығымен барлық жігіттерді қайран қалдырыпты. Олардың үйлерінде ескі бесік болған екен. Бірде Бақыт үй жинап жүріп, сол ескі бесікті көрген соң, ешкімге қажеті жоқ, керексіз зат деп, оны өртеп жібереді. Бөтен ойы жоқ әлгі бейшара қыз бесікті өртегенін әжесіне айтқан кезде, әдетте биязы көрінетін кемпір мұны естігенде айқайлап, немересіне қатты ұрысыпты. Тіпті оған ренжіп, біраз уақыт сөйлемей де қойыпты. Ал жұрт аң-таң болып түсінбей қалады. Ешкімге керексіз ескі дүниеге сонша қиналғаны несі деп кемпірді кінәлайды. Кейіннен әжесі көз жұмды. Немересі әжесін ренжітіп алғанына қатты өкінеді екен. Әркез ойша әжесінен кешірім сұрап жүріпті. Бірде күбірлеп айтып та отыратын болған. Тіпті соңғы уақытта оған жындысың ба, кімге сөйлеп жүрсің, әжең жоқ қой деп жұрт басу айтып жұбатқан болады. Бірақ күбірлеп жүрген Бақыт шынымен де жындыға айналған дейді. Өзімен өзі ағаштарды жинап өртеді де, бесікті өртемедім, қазір отты өшірем деп су шашады. Лаулаған от өшсе, ол жылауын тоқтатады. Тіпті әжесінен кешірім сұрағанын да қояды. Бұл жағдай 1-2 күннен соң тағы қайталанады. Ата-анасы қызын дәрігерлерге көрсетіп, молдаларға да оқытты. Бірақ ешқандай өзгеріс болған жоқ. Гүлдей құлпырған әлгі бойжеткен өз-өзімен сөйлесіп жүретін жындыға айналады да қалады. Ауылдағы үлкендер оны бесіктің киесі ұрған қыз деп атап кетеді. Сондықтан, қызым, бұл сенің аталарың, әкең де жатқан киелі бесік. Оны өртеймін немесе қоқысқа тастаймын деп ешқашан ойлама. Жалпы, сәби жатуға жарамсыз болған бесікті жерге көму керек. Осыны жадыңда сақта, дейтін қайран анам. Шынында, сол оқиғадан кейін тіпті үйдегі ескі сандық, көне бұйымдарға барлай қарап, тастауға бола ма екен деген үрей билейтіні жасырын емес. Алайда, бейкүнә сәби жатқан қасиетті бесікті күл-қоқысқа тастамайықшы. Қалай десек те, бал бөбектің иісі сіңген бесікте кие барын ұмытпайық.